Бүгінгі республикалық тамыз кеңесіне баршамыз қош келдік. Әртүрлі облыстан, еліміздің әртүрлі өңірлерінен қонақтар жиналып жатыр. Қазір сол қонақтардан бір-бірден сұхбат алатын боламыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласы Райымбек Батыр атындағы орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Құттықсейітова Дариға Ертайқызы. Бүгінгі Ақтөбе қаласындағы тамыз конференциясына, республикаға өтіп жатқан тамыз конференциясына келгеніме өте қуаныштымын. Бұл жердегі ең басты мақсат ауыл мектептерін дамыту, цифрлы платформаларды пайдалана отырып білім алшақтығын азайту мәселелер бүгінгі кең қозғалады. Яғни бұнда көптеген үздік мұғалімдер, жан-жақтан келген әріптестермен танысамыз, пікір алмасамыз дегенде, мен бүгінгі Ақтөбе қаласына келгеніме өте қуаныштымын. Және де бүгінгі өзімнің бірге оқыған, осына 16 жыл бұрын бірге оқыған группаласымды таныстырып отырмын. Кездестіріп, қазір группаласым мектеп директоры екен, өте қуаныштымын. Сөз Мадиярға берсек. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мінекей бүгін әріптесім айтқандай, сондайлық қаншама өңірлерден келіп жатқан әріптестеріміз бар. Әрі білікті де білімді мамандар осы кісілермен тәжірибе алмасып, кең ауқымды түрінде 2 күндік конференцияға келіп отырмыз. Мінекей конференцияға келгеннің пайдасы сонша жыл бұрынғы оқып кеткен группаласымызды танысып, тауып біріміз осы жерде сондай арқа-жарқа болып жатырмыз. Ал барлықтарына сәттілік, енді келгеннен кейін өзімізге алар нәрселерімізді алып, өз елімізге, жерімізге аман-есен қайтуға тілектеспін. Сондықтан сізге де аман-есен барып, өз отаныңызға барыңыз. Сізге де. Талғар ауданындағы нөмір 13 орта мектептің директоры Мадияр Азанбаев Дүйсенбекұлы болам. Басқалар кісілермен де танысып, ары қарай сұхбаттасып, әңгімелесіп жүргізуге келді. Рахмет. Алмайсыздар. Айтатынымыз себебі Алиса, привет. IQ квота. Play Market бар.
Сен оқушысың ба сен? Нешінші класс оқисың? Супер, молодец. Барша педагогтер қауымын жаңа оқу жылының басталуымен республикалық тамыз кеңесінде көтерілетін мәселелер ауқымы кеңейді және талқылауға қатысушылар саны да еселеп артты. Саламатсыз ба? Бүгінгі тамыз конференциясына қош келдіңіз. Біз Алға ауданы Бестамал орта мектебінен келіп тұрмыз. Бүгінгі телестудияда сізден бір-екі сұраққа жауап алсақ, сіз бірінші өзіңізді таныстырып, қай қаладан, қай мектептен келгеніңізді айтып өтсеңіз. Армысыздар қазақ елі, армысыздар, сәлеметсіз бе? Қандай күшті, қандай керемет. Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы нөмір 1 Азат орта мектебінен келіп отырмын. Сізге бір-екі сұраққа жауап алсам, сізден биылғы жаңа оқу жылынан қандай жаңалықтар мен өзгерістер күтесіз? Биылғы жаңа оқу жылынан қандай жаңалықтар? Енді кешеден бері осы конференцияда біраз жаңалықтарды көрдік. Енді барлығы таныс емес жаңалықтар деп айта алмаймын, таныс, бірақ көзбен көргенге ешқандай жетпейді. Енді мен жаңалықтарды күтер едім. Біз осы шетелдегі мектептермен меморандумға отырып, оқушыларымызды сол жаққа апарып, болмаса олардың оқушыларын осы жерге әкеп таныстырсақ, кеңейтсек, әдіс тәсілдерімізді бөліссек солармен. Мысалы, мен Түркияның бір мектебін қатты қызығушылықпен оқып шықтым. Олармен сөйлестім. Сонда олар маған берген ұсыныстары: сіз әдістеріңізді жинаңыз, жаңа әдістеріңізді, біз де жинайық жаңа әдістерімізді, сосын бір-бірімізге алмасайық және оны біз жәрмеңкеге салайық деп айтқан болатын. Осыны осы оқу жылында орындағым келіп тұр. Енді сәттілік бәрімізге, сіздерге де сәттілік. Мен де өз мектебімде осындай студия бар, менің де өз оқушыларым сіздер сияқты жұмыс істейді. Өте қуанып тұрмын қазір көргеніме. Рахмет сіздерге көп-көп. Сіздің де жауабыңызға үлкен рахмет.